Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына суретке зер салайықшы. Суреттен не көрдік? Кішкене ой қозғау болсын балалар. Не көріп тұрмыз? Әрине, мектеп оқушысына арналған сөмкені көріп тұрмыз. Ол сөмкеде не салынған екен? Жеке-жеке атап көрейікші. Жарайсың балақай. Ол сөмкеде кітап, дәптер, қайшы, сызғыш және өшіргіш. Бір сөзбен айтқанда, білім алуымыз үшін қажетті заттар салынған екен. Сонымен балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың атауы қажет заттар. Бұл сабағымыздың мақсаты кімнің нені жақсы көретінін білетін боласыңдар. Сонымен қатар осы сабақта таңдау, оқу құралдары атты тірек сөздермен танысатын боламыз. Бұл бота. Бұл сөздермен жете танысуға әрбір саяхатымызда зерттеу жұмыстарына жетелейтін бота бізге әрдайым көмекші болады балақай. Балалар, сендер әр сабақта әртүрлі оқу құралдарын пайдаланасыңдар. Қаламмен жазып, кітапты оқып, қарандашпен, бояумен сурет салып, ал ермек сазбен түрлі пішіндерді жасайтын боласыңдар. Кейбір оқу құралдарын барлық сабақта қолдансаңдар, ал кейбіреуін тек бір ғана сабақта пайдаланатын боласыңдар. Ал балалар, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс ойынын ойнап тастайықшы? Кеттік пе? Мына сөмкелерге қарап, қай сөмкедегі оқу құралдары дұрыс жиналған деп ойлайсыңдар? Кәне ойланайық. Әрине, дұрыс айтасың балақай. Екінші сөмкедегі оқу құралдары ұқыпты жинақы екен. Яғни, бірінші сөмкедегі бұрыс, екінші сөмкедегі дұрыс жиналған екен. Жарайсың балақай. Балақай, әрбір оқу құралымызды күтіп, ұқыпты ұстауға дағдыланайық. Олар біздің айнамыз. Ал енді мына суретке назар салшы. Мына кітаптар туралы не айтуға болады? Я, бұл кітаптар жыртылып, әбден тозған екен. Балақай, бізге берілген әр оқулықты күтіп ұстауымыз қажет. Себебі, есіңде болсын, бұл оқулықтарды сенің іні қарындастарыңда оқып, пайдаланатын болады. Бір оқулықты шығаруға көп еңбекпен, көп қағаз жұмсалатын білесің бе? Білмесек, ендеше бірге тамашалайық. Өздеріңе қажетті мағлұматты сол видеороликтен аласыңдар деп ойлаймын. Ал сендер қағаздың қайдан шыққанын білесіңдер ме? Қағазды ең алғаш Қытай қолбасшысы Цай Лунь ойлап тапқан. Ол бамбук ағашын кеміріп, өз балауызын араластыру арқылы омартасын жасап жатқан араға қарайды да, жібек талшықтарын үгітіп, ағашының сүрегін сумен жақсылап араластырып, тордан сүзіп, арнайы тегіс ыдысқа құяды. Шыққан жұқа затты ауыр таспен тегістейді. Міне, осылайша алғашқы қағаз пайда болған екен. Содан бері қағаз өнімі ғасыр бойы дамып, өнеркәсіпшілер оны жаңартып, жетілдіріп отырды. Қазіргі таңда қағазды тек қана ағаштан ғана емес, мата қалдықтары мен ескі қағаздарды қайта өңдеу арқылы жасайды. Қараңдаршы балалар, бір қағазды алу үшін қаншама еңбек етіледі. Балалар, сендер білесіңдер ме? 1 тонна қағаз алу үшін 4 тонна ағаш кесіледі екен. Демек, сендердің әр қағазды тастағандарың, оқулықты күтіп ұстамағандарың табиғатқа жасалған қиянатпен бірдей. Олай болса балалар, оқу құралдарын күтіп ұстайық. Жарай ма? Ал балалар, біз кімге не ұнайды айдарына да келіп жеттік. Айтыңдаршы, мына суретте балалар немен айналысып жүр? Я, бірі сурет салса, бірі кітап оқып, бірі доп теуіп, ал бірі зерттеу жұмыстарымен айналысуда. Ал осы суреттерден әр бала өзіне ұнайтын іспен шұғылданып отырғанын қалай аңғаруға болады?
Әрине, бұл балалардың қуанышты жүзінен байқалып тұр. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Кәне, бір қайталап өтейікші, еске түсіріп. Біз бұл сабақта мектепке қажетті оқу құралдарымен танысып, өздеріңе қажеттісін таңдауды, өздеріңе ұнайтын іспен айналысудың қаншалықты маңызды екенін түсіндік. Өзіңнің және өзгенің таңдауын сыйлауды, тиянақты, ұқыпты оқушы болуды үйрендік. Балалар, осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады деп ойлаймын. Егер сабақты жақсы түсінсең, бірінші қуанып тұрған смайликті, ал егер толық түсінбесең, сұрақтар туындаса, екінші смайликті таңда. Ал балалар, келесі дүниетану сабағында кездескенше сау бола қойыңдар.